Баршаңызға қайырлы күн достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай өте дәмді, өте ерекше, ортасында салмасы бар капкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Ол үшін видеоның соңына дейін қараңыз. Ыдысымызға сары майымызды салып, үстінен шым тұзымызды салып, миксермен араластыратын боламыз. Кішкене араластырғаннан кейін қантымызды салып, жақсылап тұрып араластырамыз. Біздің қолданатын ингредиенттеріміздің барлығы бөлме температурасында болуы қажет. Сондықтан барлығын алдын ала шығарып дайындап алғандарыңыз жөн. Жұмыртқамызды осылайынан барлығын бірақ салмай, біртіндеп отырып салып, жұмыртқамызды жақсылап тұрып аппақ болғанша араластыратын боламыз. Біздің қолданып жатқан заттарымыздың барлығы бір температурада болса, жаңағы кекстарымыз өте күшті болып көтерілетін болады. Сондықтан барлығы бөлме температурада болған өте маңызды. Енді біз құрғақ ингредиенттерімізді араластырамыз. Оңға крахмалымызды қосамыз және разрыхлителімізді қосып, осылайынан жақсылап тұрып араластырып аламыз да, жаңағы сұйық массамызға сүтімізді қосып, оны бір араластырып аламыз. Одан кейін барып, осы сұйық массамызға құрғақ заттарымызды салып араластыратын боламыз. Құрғақ заттарымызды барлығын бірағынан салмай, 3 бөлікке бөліп, барлығын жақсылап тұрып араластыратын боламыз. Барлығын араластырып болған соң, бізде осындай біркелкі масса шығады. Қараңыздар, қандай әдемі болып шықты. Мен өзіме ыңғайлы болу үшін қамырымызды осындай кондитерлік қапқа салып алдым. Осындай қапқа салып алып, жаңағы қағаз кексқа арналған жаңағы формамызға осылайынан аса толтырмай, орташа көлемде барлығына бірдей ғып салып шықтым. Алдын ала қызып тұрған пеште 170 градуста 20-25 минутта пісіріп аламыз. Кексімізді пешке салғаннан кейін ішіне салатын салмасын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 100 грамм осындай қатқан малинамен жасадым. Қатқан малинадан 100 грамм салып, оған қантымызды қосамыз және де кукурузды крахмалымызды қосып отқа апарамыз. Негізі малинамызды отта кішкене ерітіп алғаннан кейін барып, жаңағы қантымыз мен крахмалымызды салсаңыздар, салу керек. Негізі менде уақыт жеткілікті болмағаннан кейін барлығын осылайынан бірден араластырып алдым да, отқа қойып ерігенше ұстадым. Сіздерде ойларыңызда жүрсін, осылайынан малиналарыңызды ерітіп алғаннан кейін барып қант пен крахмалды салуға болады. Осыны қоюланғанша ұстаймыз. Қоюланғаннан кейін отты өшіріп, суытуға қойып қоямыз. Келесі капкейкіміздің креміне кірісетін боламыз. Ол үшін жаңағы қант ұнтағы мен творожный сырды алып, екеуіне кішкене сливки қосып, жақсылап тұрып, біркелкі масса болғанша, біркелкі крем шыққанша араластыратын боламыз. Осындай болып шығады. Араластырып болған соң, жаңағы сливкимізді барлығын құйып, тағы да жақсылап тұрып миксермен араластырамыз. Осындай әдемі масса болып шығады. Қараңыздар, осындай крем болып шықты. Бұл кремді біз капкейкиға арнайы үстінде жағатын боламыз. Капкейкіміз суығаннан кейін осындай насадканың көмегімен ортасын алып тастайтын боламыз. Барлығын осылайынан алып тастағаннан кейін жаңағы суыған салмасын ортасына осылайынан салып шығасыздар. Барлығына осылайынан бірдей ғып салып шыққаннан кейін бетіне кремін жаңағы кондитерлік қапқа салып алып, өздеріңіз қандай насадка сіздерге ұнайды, қандай насадка бар үйлеріңізде, солмен ақырындап
әдемілеп кремін жасап шығасыздар. Осымен біздің капкейктеріміз дайын. Сіздерге міндетті түрде ұнайды деген ойдамын. Жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Жасалу жолы да өте оңай. Видео ұнаған болса, маған тіркелуді ұмытпаңыз, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер.